Оқушылар, бүгінгі қазақ тілі сабағынан сабақтың тақырыбы мәтіннің құрылымдық бөліктері. 39-ші сабақ. Бүгінгі сабақта мәтін туралы түсініктеріңді қалыптастырасыңдар. Мәтіннің құрылымдық бөліктері туралы білесіңдер. Жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықтайсыңдар. Балалар, мәтін ол өзара байланысқан сөйлемдерден және тақырып қоюға болады. Ол бөліктерден тұрады. Мәтінге жоспар құруға болады. Мәтіннің басы, негізгі бөлімі және соңғы бөлімі болады. Оқиғалар баяндалады, сипатталады, дәлелденеді. Балалар, 10-шы жаттығуда құмырсқа мен қара қоңыз мысалын түсініп оқимыз. Құмырсқа мен қара қоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде бестік алып, қара қоңыз 2 ала беріпті. Қара қоңыз құмырсқадан: "Сенің жақсы оқуыңның сыры неде?" деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде. Қара қоңыз өзінің уақыт кестесін жасайды. Қалай жасаса да уақытын ойынан артылта алмапты. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытты сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен деп таңданыпты. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап берейік. Мәтінде не туралы айтылған? Құмырсқаның жақсы оқуының себебі неде екен? Қара қоңыз неліктен уақыт кестесін дұрыс жасай алмады? Өзің уақыт кестесін қалай жасар едің? Балалар, бұл жерде мәтіннің басы: құмырсқа мен қара қоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде бестік алып, қара қоңыз 2 ала беріпті. Бұл мәтіннің басы. Яғни бұл жерде мәтінге дайындық. Келесі негізгі бөлік. Ол қара қоңыз құмырсқадан: "Сенің жақсы оқуының сыры неде?" деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде. Ал соңғы бөлім, ол қара қоңыз өзінің уақыт кестесін жасайды. Қалай жасаса да уақытын ойынан артылта алмапты. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытты сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен деп таңданыпты. Бұл мәтіннің соңы. Балалар, есімізге сақтаймыз. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды, яғни дайындық. Келесі негізгі бөлікте автор айтқысы келген басты пікірін білдіреді. Ал мәтіннің соңғы бөлімі ол аяқтайды. Есімізге сақтап жаттап аламыз. Келесі 11-ші жаттығу. Жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықта. Бірінші жоспар: көңілсіз суреттер. Екінші жоспар: жан біткен суреттер. Мәтінді оқимыз. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып қара қарындашын алды. Салған суреттері бір түрлі көңілсіз, солғын болып шықты. Бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштарды алды. Аспанды қара бұлт торлады. Шатыр-шұтыр сары найзағай ойнады. Аспаннан көк тамшылар төпеп берді. Жерде ақ түсті шалшық сулар пайда болды. Балалар, бұл мәтінде неше бөлік бар? Олар мәтіннің қай бөліктері? Қай бөлік берілмеген? Мәтіннің соңғы бөлігін өзің тауып айтып көр. Мына суретте сен Меруерттің орнында болсаң, қандай сурет салар едің? Балалар, бұл мәтінде қазір 2 бөлік берілген. Олар мәтіннің басы және негізгі бөлімі. Енді балалар, өз бетімізбен 12-ші жаттығуды орындаймыз. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, мәтінді қайтадан құрастырып жазамыз. Яғни бұл жерде мәтін ауысып кеткен, сол мәтіндерді орнымен жазамыз. Ең бірінші, балалардың бәрі сабақта, ал Ермек болса ауырып үйде қалды. Жалғыз өзі әбден зерікті. Бүгін оған Алмас пен Нұрлан келді. Қал жағдайын сұрап, Ермекке әкелген суретті, кітапшаларын ұсынды. Ермектің осындай достары бар, ол достарын жақсы көреді.
бұл жерде яғни артық сай келмейтін бөлік меруерт сабақ үстінде ұялы телефонын шұқылаумен болды. Оның бұл қылығы сынып мұғаліміне ұнамады деген сөзді бөлікті алып тастаймыз және мәтінге достар деп немесе ермек және оның достары деп ат, яғни тақырып қоюға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ережені есіңізге сақтап